Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 оқу жылында болған ауыл олимпиадасы математика пәнінен 11 сыныптарға бірінші кезеңде келген 26 есепті талдаймыз. Егер fx тең x квадрат минус x плюс 2, gx ax плюс b, fgx 9x квадрат минус 3x плюс 2 болса, аб сандарын табу қажет екен. X-тің орнына gx-ті алып барып қою қажет екен. Ал gx ax плюс b-ға тең. X-тің орнына ax плюс b-ні қойып жазамыз. Мына x-тің орнына, мына x-тің, мына үшеуінің де орнына ax плюс b деп жазып шығуымыз керек. Енді квадраты бар екен, сондықтан жақшаға алып квадрат қоямыз. Минус, алдында минус таңбасы бар, тағы жақшаға алып жаза берейік. Плюс 2. Енді қысқаша көбейту формуласын қолданып, мына жақшаны ашып шықсақ, a квадрат x квадрат плюс 2ab x плюс b квадрат болады екен. Мына жерде жақшаны ашып жіберсек, минус ax минус b плюс 2 болады екен. Енді алдында мына жерде x квадраты барын бірінші жазып алайын. a квадрат x квадрат. Енді мына жерден минусты шығарып жіберем. Соңына x жазып қояйын. Мына мен бірде етіп жазайын деп жатырмын да. Минус тұр, сосын x тұр. Мына жерде не тұрады сонда? Минус шығып кетті, x шығып кетті. Қалды сонымен a азайту 2ab қалды. Ал ең соңында енді x жоқтар тұрады. b квадрат минус b плюс 2 тұрады екен. Енді ол мынаған тең, мынаған тең. 9x квадрат азайту минус 3x, азайту 3x плюс 2-ге тең. Сонда a квадрат тең болады екен 9-ға, a минус 2ab тең болады екен 3-ге. Және мына 2 мен 2 тең болып тұр. Сонда мына b квадрат минус b неге тең болу керек? 0-ге тең болу керек екен. Осы 3 теңдеу жүйесін шешу керек. Мына жерден бірінші теңдеуден a тең минус 3 немесе a тең 3 деген екі түрлі жауап шығады. Соны мына екінші теңдеуге қойып b-ні тауып аламыз. Минус 3 минус 2 минус 3 көбейту b тең болады екен 3-ге. Бұлай өтіп кететін болса 6 болады. Мына жерде көбейсе де 6 болады. Сонымен b тең 1 болды. Енді ол b тең 1 деген 3-ші теңдеуге қойып тексереміз. Дұрыс сәйкес келіп тұр. 1 квадрат 1 тең 0 болады. Сонымен мынау немесе мынау болып тұр. Минус 3-те 1 деген жауап болады екен. Енді a тең 3 жағдайында қарастырайық. Мына жерге 3-ті қоямыз. Минус 2 көбейту 3 көбейту b тең болады екен 3-ге. 3-тер қысқарып кететін болса b тең 0 болды. 0-ді алып барып мына жерге қоямыз. 0 квадрат минус 0 тең 0 болады екен. Мынау да сәйкес келеді екен. 3 пен 0 деген жауап мынау болады. Сонымен дұрыс нұсқасы D нұсқа болады екен. Мына есеп шықты, сау болыңыздар.